Қайырлы күн Дастан мырза, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультеті қарашаңыраққа қош келдіңіз. Бүгін біз сізбен журналистика жолының қыр-сыры мен жауапкершілігі, жалпы жас буынның мамандыққа деген кәсіби даму жайында әңгіме өрбітсек. Қазіргі уақытта журналистикаға қызығатын жастар көп, бірақ олардың көбі бұл саланың шынайы жауапкершілігін сезінбейді. Сіз жас журналистерге қандай кеңес берер едіңіз? Өте жақсы сұрақ. Негізі біз көбінесе сұхбат аламыз, сұхбат беруден гөрі сұхбат берген кезде бізге келіп отырған адамның жағдайын қазір түсініп отырып, негізінде жас журналистердің көбі оны қарапайым мысал ретінде күнде алып көз алдымызда жүр. Қазмедиа орталығында мысалы басқа оқу орындардан келгендер көбінесе араның ұясы ғой енді ол жер. Бір-бірін таппай жүреді, өзін таппай жүреді, өзін жоғалтып жүреді. Көңіл күйі болмайды, мотивация жоқ. Яғни менің ойымша қазіргі журналистерге негізі оқудан гөрі, оқи бергеннен гөрі тәжірибе көп. Теориядан гөрі. Иә. Менің өзім оқи жүріп, бірінші курста оқи жүріп, телеарнаның табалдырығын тоздырып еңбек еткен адаммын. Сондықтан да сол менің кішкене әйтеуір дипломды алған кезде сол жерге барып қалыптасуыма бірден сіңісіп кетуіме менің сеп болды. Енді қазір оқимыз, жақсы оқығанда дұрыс шығар, бірақ сен сол оқыған теорияларыңды осы журналистикадағы айтқан лекцияның бәрін сен эфирге барып айта алмайсың. Бұл жерде басқа нәрсе. Ол жерде сол жердегі ЗКТ, синхрон, КСМ деген нәрселерді біліп, микрофонды ұстай алсаң және өзіңді көрсете алсаң, сосын төзімділігіңді көрсете алсаң, соның өзі жаңа жеткілікті да. Ал бірақ менің ойымша қазіргі осы ұсынысым жалпы журналистикада тәжірибені қатар алып жүрсе, тәжірибені қатар көптеп барса, көптеп оқыса, осылай шеберлік сағатын өткізіп, осы сіздердің университеттеріңізге мен қызығам, көптеген мықты мамандар шақырып, өздеріңізге тәжірибе алып жатасыздар. Бұның өзі сіздерге үлкен мүмкіндік біле білген адамға. Жалпы жас журналистерге мықты журналист болу үшін қандай мінез керек? Жаңа айтып өткен бірінші төзімділік. Ол мейлі ер адам болсын, мейлі қыз бала болсын, бәрібір ең басында жылап жүріп сюжетін түсіреді. Ал ол еңбектен түсірген сюжетің өтпей қалса, ұнамай қалса басшыларға, сол кездегі сезім бәрібір де бөлек болады. Мен неге бұл мамандықты таңдадым? Сондықтан бірінші төзімділік керек, екінші міндетті түрде шабыт керек, мотивация керек. Кез келген нәрседен мотивация алып, кез келген айналадағы қарапайым мына тұрған микрофонның өзіне таңдалып қарау керек та адам. Бұл не, мен зерттеу керек бұл деген секілді. Бұл микрофон ба? Жоқ. Мынаның өзі жазып тұр, сөйлеп, бөліс, шабыттар деген секілді. Сондықтан қабырғаларыңызды өздеріңіз жазып қойғансыздар журналистерге. Менің өзім осының өзі шабыт секілді. Я қазіргі таңда сіз осы эфир жүргізесіз, жаңалықтар негіндесіз. Эфирге шықпас бұрын немесе маңызды сұхбат алдында өзіңізді қалай дайындайсыз? Бұл процесс сіз үшін маңызды ма жалпы? Иә, әрине маңызды. Эфирге бізде талап, эфирге 10 минут қалғанда жүргізуші ерте келеді. Әрине ол біріншіден техникалық ақаулар болмас үшін, яғни дыбыс барлығын тексереді. Өзімізде дайындаламыз. Арнайы мәтін беріледі, сол мәтінді бойға сіңіру қажет. Және мен ең бір фишка деп атайды енді қазіргі тілмен, адай күйін тыңдап шығамын. Адай күйін тыңдаса, енді бәрі арқасы қозып, яғни бүкіл әлемде жаулап алатындай бойында күш болады. Сол секілді мен адай күйін тыңдаймын, сосын музыка тыңдағанды жақсы көремін. Музыкадан шабыт аламын. Ол әрине андай махаббат жайлы музыка емес, белгілі бір шабыт беретін өмірден алынған туындыларды тыңдағанды жақсы көремін. Соның өзі маған мәтінді бойға сіңіруге қуат береді деп ойлаймын. Сондықтан сол менің басты фишкам, дайындаламын, жаттығуларымды істеймін. Әрине ол дауыс анық шығу үшін осы. Жалпы осы бірінші курстан бастап мен телеарнаға кіріп табалдырығын тоздырдым дедіңіз жаңа сөзіңізде. Осы ретте өз ісіңізге деген махаббат жылдар бойы қалай жоғалтпай келесіз? Сізді осы салада ұстап тұрған не нәрсе? Енді бала күнгі арман, ол әрине кез келген біздің замандастарымыз, қатарластарымыз болсын, біз теледидар көріп өстік, жасыратын жоқ, ойнайтын ондай көп ойыншығымыз да болған жоқ. Сондықтан теледидардағы мультфильмдерді, түрлі бағдарламалардың өзін кәдімгі күтіп, газеттің артында өздеріңіз білетіндей арнайы тізім болады. Ертең не болады, ел арнада ертең не болады, хабарда не болады, соның бәрін күтіп,
сөйтіп көріп өскенбіз. Содан шығар махаббатымыз оянғаны, және де Таңшолпанды кішкене күнінен мектепке кетіп бара жатқан кезде таңертең көріп өскем. Әйгерім Бейсенәліні, Жансерік Мырзаны, тағы кімдер, сол секілді мықты ағаларымызды көріп өсіп, содан шабыт алып, айналаның алдында жүргізіп, өзім көбінесе сол мектеп кезінде барлық сабақтарды ерекше өткізу үшін сондай сұхбат форматында өткізіп, сөйтіп қалыптасқан дүние. Өсе келе енді мен 4 жыл театрда ойнадым, қатар алып жүрдім де театрда. Соған қарай бет бұрып кетсем бе деп ойладым да, бірақ бәрібір де сол бала күнгі махаббат осы телеарнаға қалып келді. Мен бірақ енді мамандығым сіздер секілді журналистиканы оқыған жоқпын тереңдетіп. Мен филологпын, қазақ тілі әдебиетінің мұғалімімін. Тіл маманы. Тіл маманы. Қазіргі таңда бізде жаңа медиа минут сайын дамып жатыр ғой, қазір ғарышта. Қазіргі жаңа медиа заманда журналисттің рөлі өзгерді ме? Әлеуметтік желілер мен дәстүрлі масс-медиа жалпы осы әлем желіге төтеп бере ала ма? Менің бүгінгі осы шеберлік сабағында айтылатын басты дүниелер осылар. Дәстүрлі журналистика мен креативті журналистика қалай екеуі сабақтасады деген секілді. Шынымен де қазір журналист әмбебап болу керек. Журналист өзі жазу керек, түсіру керек, монтаждай білу керек, тіпті дизайн, яғни өзің миыңдағы нәрсені сол суреттеп халыққа жеткізе білу керек. Сондай журналистік қазір әмбебап, яғни қазір қазмедиаға барсаңыздар, бірінші түйіндеме резюмеңізден соны қарайды. Сіз не қолыңыздан не келеді, немен айналысқансыз деген секілді сондай мамандарға қазір сұраныс өте көп. Және тілі білетін маман, қазір енді өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы көп айтатын нәрсе, барлық салаға 3 жылдың ішінде осы жасанды интеллектті енгізу қажет. Оның ішінде әрине журналистикада бар. Менің енді жасанды интеллектіні қазір зерттеп жатырмын. Өзім бұрын поэзиямен әуестенемін, қазір поэзияны жай сыра қойдым. Қазір жасанды интеллект сабағын оқып жатырмын, шыны керек. Өйткені өте маңызды. Менің бір жаным ашитын жері, біз қазақ пайдалы нәрсені пайдасыз нәрсеге жұмсаймыз. Негізі жасанды интеллект шыққан сәтте түрлі өзіңіз білесіздер, TikTok әлеуметтік желіде әжелеріміздің, аталарымыздың әзіл қалжың видеолар толып кетті, жасанды интеллектпен жасалған. Неге соны біз сол арзан әзілмен, сол жиналған лүпілмен мақтанамыз? Мүмкін сол жасанды интеллект арқылы ұрпаққа жақсы бір тәрбие беру керек шығар. Мүмкін қазір бізде анимация саласы енді дамып келе жатыр, мультфильмдер жасауға болады жасанды интеллектті. Неге жасамыз? Соның бәрін жасау керек деген секілді ғой. Сондықтан дұрыс нәрсеге пайдалансақ, енді қазір журналистика саласы өте қолып жатыр. Қазір дәстүрлі журналистикадан креативті журналистикаға ауысты. Кез келген мәтінді бүгін мына жерде сұхбат өтіп жатыр деген сылдыр ақпараттан гөрі бұл жерге осындай студия ашылған екен, осындай студияда деп ойнатып берген сөз өтімділік болады. Сондықтан да қазір әсірелеу, әңгімелеу, креативті жеткізу, тіпті қазір мынандай бар да, 4 минуттық сюжеттің басындағы 10 секунды ғана адамның қызық, ары қарай қызық емес. Сондай дүние ғой қазір. Креатив бірінші орында қазір. Оны мойындау керек. Сіздің қазіргі таңда әлеуметтік желілеріңіз жастармен бірдей дамып келе жатыр ғой, қандай тренд шығады? Сол сіздің жаңағы әлеуметтік желіңізде тұрады деген секілді. Дастан мырза, жалпы әлеуметтік желіден жиі байқаймыз, эфирге 10 минут қалғанда атты өзіңіздің бір ерекше айдарыңыз бар. Сол сәттерде поэзия оқып, көрерменге бір рухани тыныс сыйлайсыз дейікші. Осы дәстүр жалпы қалай пайда болды? Ол 10 минут қалғанда деген, жаңа айттым ғой, біз 10 минут қалған кезде келеміз. Сосын енді неше түрлі режиссермен құлақта әңгіме айтып отырасың. Сол кезде бір өлең оқи салған, бірақ запись жүріп жатқан режиссерім оны жазып алғанда маған жіберді. Мынаны әлеуметтік желіге салшы, көрші. Содан салып көрдім, жақсы қаралым жинап, жақсы пікір жинады. Бірде-бір хейт болмады. Маған көп ұсыныс келді, эфирді басын осылай бастасаңызшы деп. Ол енді жаңалық болғаннан кейін өйтіп бастай алмайсың, ол Таңшолпан емес деген секілді, басқа да сазды бағдарлама емес. Сөйтіп, жақсы онда былай осы студиямды пайдаланып, өзімнің имиджімді қалыптастыру мақсатында осы 10 минут деген айдар содан шығып кеткен. Сол мен сол режиссерім алғысымды білдіргім келеді осы жерде. Мүмкін ол жерде жазылмаса, ол жай ғана бүйтіп телефонға оқып жүре беремін. Бірақ енді бәрібір жаңа айтқандай заман күн сайын қырық құбылады, өзгереді. Таң атады, кеш батады, адамның ойы өзгереді.
талабы өзгереді, талғам өзгереді деген секілді бір студияда отырып оқи бергенде де адам жалығады. Бірақ енді мәнді мағыналы жүрекке жеткізе білсең, әрдайым сұраныс табылады. Сондықтан да оның өзін болашақта өзгертсем ба деген ойым бар. Бірақ ары қарай дәл осы рубрика жалғасын табады ғой? Әрине жалғасын табады. Қазір енді студиядан шығып театрға барып өзімнің жеке кештерімде көріп, осы Алматыда бұйырса, Алматы мен Астанада, күзгі әуен, күзгі себепсіз деген не бар ғой қазір жастардың арасында. Сол сарында арнайы поэзия кеші болады. Оны нақты уақытын әлі айтамыз. Астана қаласында поэзия кеші өтті ғой? Өтті, Мұқағали Мақатаевты еске алуға. Жалпы сол жерде қаншама көрерменнің жүрегіне жол таба білдік. Дәл сол сіздің поэзияларыңыз. Сол дүниені қалай ойлайсыз, сізден кейін жалғаған журналистер болды ма? Әлеуметтік желіде, эфирде отырып, менен кейін оқығандар болды. Мен оларға қайталамаңдар деп ондай ештеңе айтпаймын. Қуанасыз қайта? Қайта қуанам. Негізі әркімнің өз үні бар. Сіздің дауысыңыз, ырғағыңыз бөлек, сіздің тыңдарманыңыз бөлек, менің тыңдарманым бөлек. Бірақ поэзияны әркім оқи алады, бірақ жеткізе алмайды. Мен де, сіз де, қазір көшеде кетіп жатқан біреу де оқып бере алады, бірақ әркім әртүрлі сезеді. Сондықтан да жасандылықты қойып, қарапайым, өзің жанын түсінетін, мен не оқып тұрмын, нені айтып тұрмын деген секілді, құлақ нені естиді деген секілді, сондай өлеңдерді оқыса деймін. Қазіргі таңда жастар кімді көрсе соған еліктегіш болып кетті. Қалай ойлайсыз, осы ретте бір журналистке еліктеп, соның жаңағы дауысын, соның имиджін, соның дүниетанымын өзіне жабыстыру, бұл қандай дүние жалпы? Қалай ойлайсыз, дұрыс па әлде? Ол негізі мынандай, оның 50-50 жағы бар. Мысалы, бәріміз кезінде еліктеп өстік, оны менде де еліктеп өстім. Адам еліктеу арқылы көшке ілеседі ғой сол адам. Көшке барады да бәрібір елікке жол айырылады. Сол кезде ол өзін табады. Сол еліктеу арқылы адам өзін табады. Біз де еліктеп өстік дикторлар, Зейін Әліпбек ағамызды көрдік мысалы. Нұртілеу Иманғалиұлы мысалы. Сол кісілер Бейсен Құранбек мысалы, әлі күнге дейін сөздерін жатқа білемін. Сол сөзді эфирде қолданамын. Біз солай еліктеп өстік. Бірақ енді сол кісіге бүйтіп ұқсап дауысты ондай емес, әркімнің дауысы болады ғой. Сөйтіп еліктеп өстік те өз жолымызды таптық. Яғни Бейсен Құранбек қазір мысалы халықтың есінде қалған өте мықты, сөздері өткір сондай адам. Дастан Нұрсәлім де солай сол жолмен келе жатқан адам. Сондықтан да маған егер еліктеп жатса, мысалы, сондай адамдар мен білмеймін, өзім көзбен көрген жоқпын. Маған егер еліктеп солай істеп жатса, мен оларды құба көп көремін, және олар өз жолын бәрібір табады. Адам есейеді, ол есейгеннен кейін барып өзі өмірді басқаша түседі. Әркім әр кезеңде өмір сүреді ғой, әр заманына қарай адам дейді ғой. Өзгере береді. Бір кезде сен өзің жақсы көріп тұрған адамды жек көресің, бір кезде жақсы көріп тұрасың. Журналистік жолда өзіңіз бір тұтқан, осы кісіге ұқсағым келеді, жолын жалғағым келеді деген ұстаздарыңыз болды ма? Жолын жалғағым келеді деген ұстаздарым болды. Ең алғашқы осы Ақтөбе телеарнасында 16 жастан бастап апайым болды. Сол апайым енді көп сабақ бермесе де, көп есте қалмаса да, біраз нәрсені көріп, өсіп сол кісіні зейнетке шығарып, орнына мені қалдырған болатын. Сол кісі, енді мен көбінесе андай, мен осы кісі сияқты болсам екен деп ондай ойламаймын, просто жай ғана жолын берсін. Жолын берсін, осы кісінің батасын алып қойып, кез келген жерден батасын алып, солай өмірсін. Өйткені менің өз жолым бар ғой, менің өз жолым бар, өз сүрлеу соқпағым бар. Сондықтан да кішкентай күнде еліктедік, өсе барып, мен өзімді таптым. Маған мынау дұрыс деген секілді. Мен қазір егер осы бүйтіп өсіп келе жатқан шағымда, халық ел жайлап біріп келе жатқан шағымда біреудікін қайталап кетсем, мен мынау деп шығардым маған сөз. Рахмет көп. Жалпы осы жылы біздің журналистика факультетіне түскен талапкерлердің саны алдыңғы жылмен салыстырғанда едәуір көп, 2 есе деп айтсам болады. Сол енді ғана міне журналистика жолын аттаған балапандарға, жалпы жас журналистерге қандай 3 кеңес айтасыз? Жеке өзіңіздің тәжірибеңізден. 3 қадам ғой. 3 қадам. Бірінші, қиялдау. Ешқандай
біреу сөксін, қиялисың, Әбестігі жоқ дейсіз. әлемің бөлек десе де, одан тайынбаңдар. Сол әлем бөлек адамдардан мықты адамдар шығады негізі. Сосын сол енді құр қиялда жүре бермей, сол қиялды мақсатқа, арманға айналдырып, соны жетістікке жеткізе білген адам. Яғни соңына дейін баратын адамдарды, соңына дейін бару және төзімділік, жауапкершілік пен төзімділік болса, бұл осы нәрселер сені жетістікке жетелейді. Өйткені мейлі құла, мейлі жыла, әрбір орнынан тұра білген адам ең мықты адам дейді. Сондықтан талай ыстықты да, суығында да көрдік. Енді мен ақыл айта алмаймын, өтірік айтпай, өйткені менің примерно бір 9 жылдай болды. Ресми 5 жыл, ресми емес, мысалы мен диплом алмай қалай еңбек кітапшамда жазылған деген. 9 жыл енді аз емес. Аз емес шығар енді, бірақ біз енді 9 жыл енді мен білмеймін, тез өтіп кетті мен үшін. Өтірік айтпай, тез өтіп кетті, көзді ашып жұмғанша әйтеуір істегенімізді істеп қалдық. Сондықтан да 20 жыл қазақ журналистикасына еңбек сіңіріп келіп ақыл айтып отырған адамнан менің нем бәсім төмен. Сондықтан да мен аса қатты бір ақыл айта алмаймын, бірақ та егер менен үлгі алып, осы аз уақытта жетістікке жетем, әмбебап боламын дейтін жандар болса, мен үйретуге тырмаймын. Осы сұхбат басталғаннан поэзия жайында сөз қозғап жатырмыз ғой. Ендеше сұхбатымыздың қорытындысын сіздің дәстүріңізге сай поэзиямен аяқтасақ. Өзіңіз бір сүйетін, жаныңызға жақын деген секілді поэзиямен аяқтасақ. Фариза Оңғарсынованың жанында жүрші оқып берейін. Жанында жүрші, таласырмайтын армандай асқан тауым бол. Шілдедегі әппақ жауын бол. Сенімен жүрсем, мынау жалғанда мен көтермейтін ауыр жоқ. Бет қаратпайтын дауыл жоқ. Сенсіз күндерім бұлыңғыр күнгі көңілсіз күңгірт екенді. Сезбей ақ күннің шуақ сәулесін жұпар самалды не түнгі. Өмір кешетін сонда да мәз боп өкінбей, ойсыз байғұстар секілді. Жанында жүрші, көңілімнің арай, рауандап атқан таңы боп, кіршік шалмаған менің әжемнің ары боп. Күйдіре түсетін өзімшіл мына жүректі, сендегі сөнбес жалма. Әйтеуір осы тірлік дегеннің мен үшін өзіңсіз ешбір мәні жоқ. Жанында жүрші. Көп рахмет. Жалпы құрметті журналистика факультетінің студенттері, бүгін біз тәжірибелі журналист Дастан Мүрсәліммен ашықта әсерлі сұхбат құрдық. Бұл әңгімеден журналистика жай ғана мамандық емес, оны жүрекпен сүю керек, жүрекпен таңдау керек екенін білдік десек болады. Эфир алдындағы 10 минут ойды жинақтап, рухты тыныштандыратын ерекше сәтке де куә болдық. Ал сол сәттегі поэзия шынайы шабыттың рухани көзі болды десек болады. Дастан мырза, уақытыңызды бөліп, шынайы ойыңызбен бөліскеніңізге көп рахмет. Бұл сұхбат жас журналистер үшін үлкен мотивация, ал біздің факультет үшін шабыт көзі болды. Сіздермен бірге болған Лағыл Намаз арнайы факультет үшін.